Даналық дана адам, білімі мен тәжірибесі мол, рухани әлемі бай, ой сезімі сергек тұлға. Қазақта адамдарды мақтап риза болған кезде дана адам екен деп жатады. Және келін түскен кезде бала келін болып келдің, енді ана келін болу, дана келін болу жассын деп бата беріп жатамыз. Және аз-аздан үйреніп дана болар, бір-бірден тамшылап, жиналып, дария болар деген қазақ мақалы бар. Және Бауыржан Момышұлы атамыз ешкім іштен батыр болып туылмайды, ол да мінез сияқты өскен ортаға, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады дейді. Дәл сол сияқты даналықта осылай қалыптастырамыз. Есімізге түсіріп кетейік, біздің мидың 7 бөлшегі бар. 5 сезім мүшеміз бар, және 6-шы ойланатын орталық, біз оны парламент деп алдық. 7-ші префронтальная кора, біз оны президент деп алдық, маңдайдағы ми бөлігі. Осыны шешім қабылдайтын. Және осы 6-шы ойланатын орталықта білім алдыңыз, дамыдыңыз, түрлі ақпараттар жазыңыз. Осыны дұрыс қалыптастыра білетін даналық. Барлығы мысалға, көптеген адамдар бірдей ақпараттарды алды, бірақ әртүрлі шешім қабылдайды. Неге деген кезде, біздің осы 7 орталығымыздан басқа да кішігірім 5000 орталықтар бар. Ол жерде құндылығымыз, бірінші, екінші, үшінші орынға нені қоясыз, сеніміміз, неге сенесіз, және ұстанымымыз, мынау дұрыс, мынау дұрыс емес дейтін. Осыған байланысты біздер әртүрлі шешімдер қабылдаймыз. Және адамды адам болып тұрған ол тіл, біздің түйсігіміз, саналығымыз, сабырлығымыз. Психологияда айтып жатады, өзіңе хат жаз, анаңа, әкеңе хат жаз, болсын болмасын деп жатады. Осы кезде жазғанда, айтқанда, естігенде түрлі ақпараттар біздің миымызға жазылып жатады. Осы жазылу арқылы біздер, миға жазылу арқылы біздер өзгеріп жатырмыз. Түріміз дәл осындай, бірақ та ішімізден өзгеріп жатырмыз. Миымыздағы осы нәпсімізді тоқтата алу, сабырлы болу, ұрсып жатқан кезде жүрегің тарсылдады, тыныс алу, тыныс техникасын жасау, жаман сөздер айтып жатырсыз ба, таласқа түсу, жүрегің жиілей бастады, сол кезде өзіңді бақылау, хайуани мимен жан сақтау режиміне түсіп жатырғаныңды біліп, сезініп, осының бәрін біз үйрендік. Осы саналы түрге, саналы күйге өту. Саналы миымызды өзгертеміз, бұған біздер жадымыз, қажеттілігіміз, болашақты болжайтын белдеу қисығы, парламент, президент, осылардың бәрін бірігіп, осылай программа жасамыз. Жаңа әдеттерді қалыптастырған кезде ескі әдеттер өзінен өзі түсіп қалып жатады. Мидың мүмкіншілігі шексіз, ол күрделене береді, көре көсем, сөйлей шешем боласың дегендей. Анасынан туған кезде ешкім дана, данышпан болып туылмайды. Дәл осылай, мысалға, дана екен деп, дана деңгейіне мен көтеріле алам екен демейміз. Осылай қалыптастырып, дана деңгейіне лайықты түрде көтерілеміз. Біреу спорт мастері болғандай, күресіп, бокстан, немесе домбыраны үйреніп алғандай, немесе суретші болғандай, немесе тамақ пісіріп үйренгенде дәл осылай даналықты да біз үйренеміз. Халқымыздың барлығы дана деңгейіне көтеріледі. Швеция, Норвегияда ұрлық жоқ, үйлердің есіктері ашық тұрса да ешкім ештеңені ұрламайды. Неге деген кезде оны даналығы жібермейді. Дәл осылай біздер дана деңгейіне өтіп, саналы түрде сапалы қазақ онлайн марафонда осылай білімдердің барлығын алып, өзімізді өзіміз жасап, өзімізге осы білімдердің бәрін алып, және жан-жағымызға, балаларымызға, барлық жан-жағымызға беріп жатырмыз, таратып жатырмыз. Мысалға, мен өзім инстаграмға салып жатырмын, күнделікті менің WhatsApp статусымды қарайтын болсаңыздар, күнделікті статусқа салып жатырмын, таратып жатырмыз. Неге деген кезде, бұл білім адамның өмірі, адамның өмірін жақсы жаққа қарай өзгерту, бақытты қылу, ол ешқандай нәрсемен бағаланбайды. Және бұл 30 000 теңге тұрады. Бұл білімді сапалы қазақ онлайн марафонды беріп жатырған 3 миллион теңгеге бағалап отыр. Бұл тек 30 000 теңге ырым ретінде берілетін сияқты болады. Және
бұл жерде біз қаншама білім алып жатырмыз, иә, салауатты өмір салтын сақтап жатырмыз, нейробиология білімін алып жатырмыз, ашу, реніш, өкпелеу дегендерден арылып жатырмыз, және осылай миды программалап жатырмыз, даналығымызды арттырып жатырмыз, білімімізді, дамуымызды барлығын арттырып, осындай саналы түрде сапалы қазақтардың қатарынан болып жатырмыз. Барлық қазақстандықтар осы жерде оқитын болады, осындай білімді алатын болады, лайықтымын деген өмірін сүріп, осылай даналығымызды арттырамыз күннен күнге.